Здравствуйте, ребята! Урок номер 59. Береги воду. Суды сахта. Ты научишься определять причинно-следственную связь в текстах, создавать постер, использовать сложные предложения и слова, обозначающие количество предметов. Сен мәтіндегі себеп-салдарлы байланысты анықтауды үйренесің, постер қорғайсың, және де заттың санын білдіретін сөздер мен күрделі сөйлемдерді қолданасың. Упражнение 1. Послушай сказку. Ертегіні тыңда. В одном царстве жило-было красивое озеро, и много в нем водилось рыбы. Люди приходили к нему в гости. Одни любовались красотой озера, другие купались в его водах, третьи ловили рыбу. Но случилось так, что каждый, кто приходил в гости к озеру, оставлял там много мусора. Обиделось озеро на людей и спрятало всю рыбу на дне, а само прикрылось густой тиной. Пришли люди к озеру и заплакали. Ни рыбы они не увидели, ни чистой воды. От грязи пропала вся моя чистота и красота, сказала озеро. Теперь сами думайте, что будете делать. Бір патшалықта әдемі көл өмір сүріпті, және оның көп балықтары болған екен. Ал адамдар оған қонаққа келеді. Оның сұлулығымен тамсанады, оның суына жүзеді, балығын аулап, адамдар рахатын көреді. Бір күні былай болады. Адамдар келген сайын, келген қонақтар өздерінің қоқыстарын өзенге, көлге тастап кетеді. Бір күні көл қатты ренжіп адамдарға барлық балықты судың түбіне жасырып қояды. Ал өзі жасыл балдырларға тығылып қалады. Адамдар көлге келген кезде жылайды. Олар балықты да, тап-таза әдемі суды да көрмеді. Сол кезде көл айтады: менің бар тазалығым мен сұлулығым жаңағы қоқыстың астында қалды, деп адамдарға ренжиді. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, не істейсіздер? Почему озеро обиделось на людей? Көл неге адамдарға ренжіп қалды? Выбери правильный вариант. Дұрыс жауабын тап. Они любовались озером. Олар көлдің сұлулығымен тамсанды. Они ловили рыбу. Балық аулады. Они купались в озере. Көлде шомылды. Люди бросали мусор в озеро. Көлге адамдар қоқыстарын тастап кетті. Что исчезнет из озер, рек, морей, если люди будут оставлять много мусора? Адамдар көп қоқыс тастайтын болса, өзендер, көлдер, теңіздер, олардан не жоғалады, не болады? Ойланыңыздар, подумайте. Упражнение 2. Подумай, ойлян. Прочитай задачи, запиши ответ в тетрадь. Оқып, жауабын дәптерге жазамыз. В квартире у Армана неисправен кран, из которого за 1 час вытекает 1 стакан воды. Сколько чистой воды вытечет за сутки? Арманның пәтерінде жаңа жөнделмеген кран бар. 1 сағаттың ішінде 1 стакан су ағып кетеді. Сонда 1 тәулікте қанша таза су ағып кетеді? Данагуль чистит зубы 3 минуты при открытом кране. За 1 минуту из крана вытекает 1 литр воды. Сколько потратила воды Данагуль? Данагуль тісін тазалағанда 3 минут тазалайды, сол кезде кранды ашып қояды екен. Ал 1 минутта ол краннан 1 литр су ағып кетеді. Сонда Данагуль қанша таза суды ағызып жіберді? Посоветуй ребятам, как экономно использовать воду. Қалай суды үнемдеп жұмсау керек? Сол туралы балаларға кеңес айтамыз. Нарисуй дома экологический знак «Береги природу». Үйге суды сақта деген экологиялық белгінің суретін салып келеміз. Упражнение 3. Выбери. Таңда. Прочитай словосочетания и предложения, запиши те, в которых говорится, как охранять и беречь воду. Сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқимыз.
және суды сақтау керек жөнінде және қорғау керек жөнінде айтылған сөздер мен сөз тіркестерін жазып аламыз. Люди строят очистные сооружения. Адамдар тазалау құрылғыларын құрастырады. Очищает берега от мусора. Жағалауды қоқыстан тазартады. Держат открытыми водопроводные краны. Су құбырларын ашық ұстайды. Моют машиналарын жуады. Заводы сбрасывают отходы. Зауыттар қалдықтарын шығарады. Теплоходы сливают нефть. Теплоходтар мұнайды ағызады. Люди экономят воду. Адамдар суды үнемдейді. Не бросает мусор в водоемы. Су қоймаларына қоқыс тастамайды. Выпиши слова действия, в которых эти действия повторяются. Заттың іс-қимылын білдіретін сөздерді жазып аламыз. Және қайталанатын сөздерді жазамыз. Например, мысалға, строят, құрастырады. Что делают? Не істейді. Строят. Держат. Что делают? Держат. Не істейді. Ұстайды. Что делают? Моют. Не істейді. Жуады. Что делают? Сбрасывают. Не істейді. Тастайды. Что делают? Сливают. Не істейді. Ағызады. Что делают? Экономят. Не істейді. Үнемдейді. Что делают? Не бросают. Не істейді. Тастамайды. Упражнение 4. Сделай выводы. Қорытынды жаса. Запиши, если согласен с этим выводом, или придумай свой. Бұл жаңа қорытындымен келісесің бе? Егер келіссең, жазып аламыз. Немесе өзіміздің қорытындымызды шығарамыз. От загрязнения воды страдает все живое, поэтому не надо загрязнять водоемы. Воду нужно спасать, воду нужно беречь. Судың ластануынан барлық тірі жануарлар, тірі ағзалардың барлығы зардап шегеді. Сол себепті су қоймаларын ластамауымыз қажет. Суды құтқаруымыз қажет, суды сақтауымыз қажет. Урок окончен. До свидания.